Сәлем достар, бүгін сіздермен сүтті қыз тортының оригинал рецептін ұсынатын боламын. Бұл рецептпен тапсырысқа да қабылдап жүрмін, сондықтан қорықпай жасай берулеріңізге болады. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге қойытылған сүт, жұмыртқа, ерітілген сары май, ұн және қопсытқыш қажет. Енді жұмыртқамызды жарып, үстіне қойытылған сүтті құйып аламыз. Орташа жылдамдықта жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің неғұрлым қойытылған сүтіміз қою болса, соғұрлым тортымыз әдемі, бисквиттері керемет болып шығады. Біз осылай жақсылап миксерлеп алып, үстіне ерітілген сары майды құямыз. Тағы да миксерлеп алатын боламыз. Енді қыздар, міндетті түрде ұнға қопсытқышты қосып, илеуіштен өткізіп қосамыз. Сол кезде біздің бисквиттеріміз көтеріліп, жақсы болып шығады. Илеуіштен өткізіп, онда 2-3 бөлікке бөліп, араластырып аламыз. Видеоны толықтай көріп, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді торттардың бірі. Сіздерде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Мінекей біздің массамыз осындай қою, әдемі болып шығады. Енді пергаментный бумагаға, сапалы пергаментный бумаганы аламыз, себебі жабыс қалуы мүмкін. Менде 20 диаметрлік форма, осылай сызып алып, үстіне 2-3 қасықтан массамызды құйып, қасықтың көмегімен осылай тегістеп, бір келкі қылып, видеодағыдай жайып шығатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. 180 градуста 8-10 минутқа салып аламыз. Біздің бисквиттерімізді қыздар қарап отырамыз, күйіп кетуі мүмкін. Тез-тез піседі. Сондықтан қарап отырғандарыңыз дұрыс. Біздің бисквиттарымыз мінекей осылай көтеріліп піседі. Менде осындай 7 корж дайын болды. Енді кремімізді дайындап аламыз. Кремді дайындау үшін бізге сливки болу қажет, мұздай болу қажет және 33-тен жоғары болуы керек. Сахарный пудрамен жақсылап қою болғанша араластырамыз. Басында кішкентай жылдамдықтан бастаймыз, содан кейін жылдамдықты көбейтіп отырып, осындай миксердің ізі қалғанша, қою болғанша миксерлеп аламыз. Мінекей біздің креміміз дайын. Енді корждарымызды осындай подложка қойып, шетінен корждарымызды қойып, тортымызды құрастырып аламыз. Мұндай кальцо қойсаңыздар да болады, торттың тегіс шығуына ықпалын тигізеді. Мен осындай кальцоға қойып алып, кремді жағып, қыздар кремді аямай жақсаңыздар да болады, 3-4 қасықтан салсаңыздар да болады, себебі креміміз бисквитімізге сіңіп, тортымыз нәзік болып шығуына бірден-бір ықпалын тигізеді. Осылай барлығын тегістеп, арасына кремді жағып, тортымызды құрастырамыз. Содан соң, қыздар, тортымызды міндетті түрде салқын жерде кем дегенде 1-2 сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Оған дейін біз сыртындағы обтяжкасын дайындаймыз. Оған бөлме температурасындағы сары майға сахарный пудраны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің сары майымыз жаңағы сахарный пудрамен араласып, әппақ болады. Сол кезде үстіне творожный сырды қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Біздің мінекей обтяжкамызды дайын болды. Енді тортымызды алып, сыртындағы форманы шешеміз. Содан соң шетін тегістеп аламыз. Енді бағанағы қойытылған, яғни обтяжка кремімізді осындай кондитерлік мешокқа салып, торттың сыртын айналдыра, осылай қоршап шығамыз. Енді тортымызды бір келкі қылып тегістеп аламыз. Басында осылай бірікпейтін сияқты болуы мүмкін, бірақ қыздар
өте тегістеп жақсылап аламыз қолымыз үйренгенше. Енді ганашты дайындаймыз. Шоколад пен сливкиді микроволновкада ерітіп алып, осылай құрастырып шықтым. Бетіне қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен осылай өзімнің қалауымша фруктымен әзірледім. Қыздар, бұл торт өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.